басу әдісімен танысатын боламыз. Алар киіз баспасы көріп, киізде әдемі ою-өрнектер қошқан мен түрлі түсті жүніміз, онан кейін ыдысқа құйылған сабынды жылы суымыз, бізге қажетті заттар. Алдымызда міне жұқа матамыз бар. Осы матаның үстіне жүнді салып, сумен сулап, әдемі қылып, үстіне мына қошқар мүйізімізді балалар әдемімізді аламыз. Оны әдемі қылып созып, мына ақ матаның аламыз. Мен мысалы сары тұстан таңдадым. Алар ойды бірінші мен жасайын, сіздер қарап отырыңдар. Әдемі қылып жасап алайын, сосын сендермен бірге қайталаймыз. Аламыз. Мысалы, жаңа жасаған ойының үстіне жасамыз. Енді үстіне әдемі қылып басамыз, тегіс кішкене басамыз. Келесі қарап аламыз, тыңдаймыз. Бұдан кейін бірінші кішкене. Енді балдар дайын болған затымызды ішіндегі артық суды алып үшін матамен тағы да үстінен басамыз. Мен ашып тұрайын. Менімен бірге ашатын боламыз. Сенікін әдемі шыққан, Біздер бүгін не жасақ? Киіз жасадық, Көппен, науқат саны, балар, өте тамаша.